Ел болашағын айқындайтын маңызды құжат. Жаңа ата заң жобасын талқылау жалғасып жатыр. Кеше Конституциялық комиссияның кезекті отырысы өтті. Күні бүгінге дейін тұрғындардан 4.000-ға жуық өтініш келіп түскен. Мұның барлығын егжей-тегжейлі қарап саралау осы комиссияға жүктелген міндет. Әрине, жаңа Конституцияның жобасында екшеп айтар маңызды тұстар көп. Соның бір сыпырасын Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің басқарма мүшесі Рахым Бекназаровтан сұрап білсек. Рахым Ағыбайұлы, қайырлы күн. Даусымыз естіліп тұр ма? Саламатсыздар ма? Естіліп тұр. Жаңа Конституция жобасында азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына айрықша көңіл бөлінгені белгілі. Демек, заң бұрынғыдан да күшейтілген режимде жұмыс істейді деп айта аламыз ба осы тұста? Сіз эфирдесіз, даусымыз естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Түсіндім сіздің сұрағыңызды. Жалпы мен бір 4 бапқа тоқтап кеткім келіп отыр. Ең бірінші бап, әрине ол 17-ші бап, өлім жазасына тыйым салыну деген. Біз білеміз, Қазақстанда 2003 жылдан бері моратория жарияланып келді. Ал енді осы, егерде жоба бекітілсе, осы 17-ші баппен Қазақстанда өмір сүру құқығының қорғауы және міне әлемдік стандарттарға біздің Қазақстан енетінен сөзсіз. Бұл керек зат шынымен де. Неге десеңіз, құқықтық тергеулерде демократиялық мемлекеттердің өзінде қателіктер кетіп жатады. Бұл енді ескерілу керек. Екінші тоқтайтын бабым әрине ол 21-ші бап, соңғы талаптарға мына цифрлық жүйеге байланысты беріліп отыр. Ол мынау заңсыз адамдардың ақпараты таралуы, оны пайдалануға тыйым салынуы. Сондықтан мен ойлаймын, бұл да маңызды жаңалықтардың бірі. Мына қолданыстағы Конституцияда бұл жоқ баптардың бірі. Үшіншіге енді бапқа келетін болсақ, бұл жалпы әлеуметтік міндеттердің нығайтып көрсетілуі. Соның ішінде мына 31-ші бапта еңбек ақының және зейнетақының ең төмен мөлшерінің кепілдігін көрсету. Бұл жалпы біздің мына кедейшілікпен күресу, кедейшіліктен қорғау азаматтарымызға келетін баптардың бірі. Және 27-ші бапқа келетін болсақ, бұл жұмысқа тұрған кезде мынау қауіпсіздік пен гигиенаның қосына алғанда жалпы адамның жұмыс істеген жерде жағдай жасауды конституциялық тұрғыдан қорғау болатын баптардың бірі деп есептеледі. Төртіншіге келетін болсақ, бір әдейіне соңғы енді өзіміздің мынау таза Қазақстан жобаларымызға ірі келіп отқан 34-ші баптағы мемлекеттерді қойлаудағы мына қоршаған ортаны қорғау. Бұл да соңғы енді кіргізіліп отқан жаңалықтардың бірі деп есептелінеді. Осы тұста тағы да сұрап кетейікші, жалпы конституциялық реформа сот жүйесінің тәуелсіздігін күшейтуге қаншалықты әсер етеді деп ойлайсыз? Мен ойлаймын, бұл жалпы сатылап келатқан шаруалардың бірі. Соттың тәуелсіздік болуына жағдай біртіндеп түзеліп келе жатыр. Мынау егерде жоба бекітілетін болса, соның ішінде жоғарғы соттың енгізілуі 6 жылға бекітілуі, оның тек жаңағы президент өзі конституциялық жаңағы құрылтаймен бірге шешуі. Естімей қалып жатыр ма? Мен дұрыс естіп. Рахым мырза, естіліп тұр? Естіліп тұр ма? Сондықтан мен ойлаймын, жалпы жоғарғы соттың құрылтаймен арқылы тағайындалуы деген сияқты осылардың бәрі біздің мына сотқа, оның ішінде жоғарғы сотқа бір күштің беруінің, сенімділіктің беруінің күшейтілуі деп есептеуге болады. Осы жаңа Конституция жобасындағы өзіңіз үшін ең маңызды деп санайтын бір норманы атап өтсеңіз, бәлкім қандай да бір ұсынысыңыз бар шығар? Мен ұсынысты айтпай қояйын, ол ұсыныстарды біз жеке түрде өзіміз беріп жатырмыз. Мен көбісі маған мән бермей қалады. Ең бірінші тарау Қазақстан президенттік республика деп бекітілуі. Біз сол тұрып жатқан күнделікті өмірімізде біз байқамай қаламыз. Республикада ең бірінші 3 сатысы бар оның республиканың. Сіз үнемі сайлауға қатысуыңыз керек. Сізбен үкімет ақылдасады, мемлекет ақылдасады, референдум арқылы шешіледі. Сондықтан міне бізде тарихи шанс түсіп тұр. Әр азамат өзінің құқығын пайдаланып, ұсынысын айтып қалу керек. Сондықтан мына республикалық деңгейде біздер тұрып жатқанымыз, бұл монархия емес. Әйтпесе президент өзі шеше салатын еді, или царь, или жаңа не болса. Сондықтан мынау біздің республикалық деңгейде айтып отқан ұсыныстарды біз қазір пайдалануымыз керек. Әр азамат өзінің құқығын қорғап, қазір ұсыныстарын беру керек, және де референдумға қатысу керек. Жақсы жауаптарыңызға рахмет. Қадірлі көрермен, Zoom арқылы бізге тікелей қосылған Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің басқарма мүшесі, ғылым және инновациялар жөніндегі проекторы Рахым Бекназаров мырза болды. Рахмет, сау болыңыздар.